ортамын. Осыдан 4 жыл алдын қосылған менің ортам, менің студенттік шағымда ең ыстық сәттерді берген орта, өзіме жақын адамдарымды, жақын достарымды тапқан орта. Басында Павлодарға түскен кезде орыс қалай не істеймін бұл жақта, кіммен сөйлесем деп ойландым. Сол кезде бір кезде осы мұрагерге ойламаған жерден түсіп қалдым. Солай ортамды үлкейттім, достар таптым, өнер ордасына жолымды аштым мұрагермен бірге. Қазақи орта таптым. Жан-жақтан келген балалар бір-бірімен дос, бауыр секілді араласқан кезде қуандым іштей. Бізде айқайдың дайындығы жүріп жатыр. Бүгін сәуірдің 10-ы, 12 күннен кейін айқай сахнаға шығады. Балалардың көбісі кетті, көбісі қалды, қызу дайындық жүріп жатыр. Біз биді қостық, әнді қостық, үлкен сахналарды қостық. Арамызға үлкен бұрынғы құрам, аға құрамдар келіп қосылды. Осымен осы жылға 6-шы премьерамыз шығайын деп жатыр. Айқаймен біз көп затты айтқымыз келіп жатыр. Ол деген іштен шықпай қалған сөздерді, айтылса да естілмейтін сөздерді сахнаға шығарып, көрерменге паш еткіміз келеді. Ең қызығы қазіргі құрамдағы барлығы бір-бірімен атсалысып, бір-бірімен ұжымдасып, өте жақсы жұмыс жасап жатыр. Биді дайындап жатыр, пластиканы қосты, бастары бірігіп. 2022-ден 2026-ға дейін ыстық сәттерімнің бірі мұрагерде өтті. Ұран шығардық, бір команда, бір құрам, бір отбасы деген кезде арқадағы балдардың барлығы кезде кәдімгідей дух береді. Әр сахнадан алдын соларды шығардық. Өзіміздің іште айтылмай жатқан сөздерімізді және қоғамда айтылмай жатқан көптеген сөздерді шығардық. Сол жерге айқайды шығардық. Әлі есімде бірінші спектаклім Адасқан арман. Ол жерде актер болып ойнап, ол да есімде. Одан кейін бетперден ойнадық, бетпердеден кейін адам болды ойнадық, ауыл амазонкаларын ойнадық. Адам болдан кейін айқай бірді қойдық, айқай бірден кейін мәсіні қойдық, мәсіден кейін нелерді қойдық, не қойдық? Қайталап махаббат деген поэзиялық кеш, махаббат дегеннен кейін тұңғиық. Біздің екінші курстардың, сол кездегі екінші курстардың шығарған психологический спектаклі. Одан кейін дайындалып жүріп, мәңгілік қаларыме ғашық болу атты поэзиялық кешімізді қойдық. Және көптің сұранысымен айқай 2-ні шығардық. Сонымен 3-ші курс аяқталып, 4-ші курсқа өткен кезде жауап бар ма атты спектакльмен тағы да іште айтылған сөздерді айттық. 1.90-да 3 спектакль қойдық. Авторлық ақ-қара, жауап бар ма және де дерт. Одан кейін осы жылы бастайын деп отырғанымыз әлі бастамадық қазір. Қаңтар айы осылай соңғы. Әлі бастамадық, аттарын білмейміз, тек қана бір ғана нәрсе мәлім, ол айқай 3. Уақытын әлі шешпедік. Алдағы процестерде соларды көретін боламыз. Міне бала-шаға қоштасар сәтте келді. Ерте ме кеш пе бұл күн бәрібір келу керек болатын. Бүгін сол күн. Сіздер маған әрдайым қымбат болып қаласыздар. Бірге өткізген әрбір сәт, әрбір сахна мен үшін ерекше естелік. Қызықты қойылымдар үшін, шынайы эмоциялар үшін, күлкі мен толқынысқа толы сәттер үшін алғысым шексіз. Осы жолда алған тәжірибе менің өмірімнің маңызды бір бөлігіне айналды. Әрқайсыларыңыздан үйренгенім де, үйреткенім де көп болды. Әрқайсыларыңыз жүрегімде із қалдырдыңыздар. Бұл қоштасу емес, бұл жаңа бастамалардың басы. Жолдарымыз басқа жаққа бұрылса да, жүректеріңіздегі сахна бір болып қала береді.
Рахмет сендерге бала шаға. Мәңгі есте қаласыздар. Сау болыңдар.